Апельсин түрлі ауруларға ем, дертке шипа болатын ең пайдалы жемістердің бірі. Әсіресе жүрек, қан тамырларын қорғауға ерекше әсер етеді. Апельсиннің құрамындағы флавоноидтар жүрек ауруларының алдын алады. Ғылыми зерттеулер флавоноидтардың антикоагулянттық қасиетке ие екенін, сонымен қатар қан қысымы мен холестерин деңгейін тұрақтандыруға көмектесетінін анықтады. Бұл жүрек пен қан тамырларының денсаулығын сақтау үшін өте маңызды. Ал калий аритмияның пайда болуын болдырмайды және жүрек ауруларынан өлім қаупін азайтады. Сонымен қатар апельсинде көп мөлшерде С дәрумені, талшықтар, фолий қышқылы бар. Олар да жүрек тамыр жүйесіне пайдалы әсер етеді және жүрек бұлшықетін нығайтады. Апельсиннің құрамындағы аскорбин қышқылы зиянды бактерияларды жояды және дененің әртүрлі вирустары мен инфекцияларына қарсы тұру қабілетін арттырады. Өздеріңіз білетіндей, цитрустық жемістер шамадан тыс тәбетті басатын бірегей қасиетке ие. Осыған байланысты көптеген диетологтар апельсинді күнделікті тағам ретінде ұсынады. Сонымен қатар апельсин талшықтар мен витаминдердің жоғарғы мазмұнымен және баяу сіңетін глюкозаның жеткілікті мөлшерімен ерекшеленеді. Бұл диетаны ұстаған кезде де маңызды. Апельсин қабығы ет және балық тағамдарына, салаттарға, десерттерге, пісірілген және кондитерлік өнімдерге тамаша дәмдеуіш болып табылады. Апельсин қабығы эфир майларымен қаныққан. Олар кептірілген және мұздатылған түрде де дәмі мен хош иісін сақтайды. Кішкене шымшым дәмі кез келген тағамға бірден танылатын балғын дәм қосады. Апельсин қабығын құрғатыңыз, тураңыз, оны тұзбен және ұнтақталған қара бұрышпен араластырыңыз. Тығыз қақпағы бар құмырада сақтаңыз. Дайындалған күннен бастап 1 жыл ішінде қолдануға болады. Шай жапырақтарына қосылған дәмі немесе кептірілген ұсақталған апельсин қабығы шайға жағымды балғын хош иіс береді. Апельсин қабығы жағымсыз иістерді кетіру, оларды бейтараптандыру және сіңіру үшін тамаша жұмыс істейді. Жаңадан дайындалған апельсин қабығын ағаш ыдыстар мен тақпайларды тиімді және зиянсыз тазартқыш ретінде пайдалануға болады.